Баршаңызға сәлем. Асыққанда тез дайындалатын, нәзік, жұмсақ, жидектері көп, сүзбелі маффиндар дайындаймын. Дайындалуы оңай және қолжетімді ингредиенттерден. Алдымен ыдысқа електен өткен ұн, қопсытқыш, тұз қосып араластырамыз. Басқа ыдысымызға кез келген майлықтағы сүзбені, 80 болмаса 100 грамм қант, 70 грамм сүт, 70 грамм ерітілген сары май, ванилин, 2 жұмыртқа қосып, барлығын блендермен максималды 1 келкі масса етіп аламыз. Енді осы массамызды ұнды қоспаға біріктіріп араластырамыз. Соңында жидектерді қосып араластырып аламыз. Егер жидектеріңіз болмаса, жидектерді қоспай, маффиндерді дайындасаңыздар болады. Қамырды қағаз манжеттері төселген формаға көлемі 4-тен 3 бөлігін толтырып саламыз. Орташа деңгейде 160 градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз 25-30 минут пісіреміз. Пісіп шыққан маффиндарымызды толығымен решеткада суытып аламыз. Қалауларыңыз бойынша бетін қантты ұнтақпен не болмаса шоколадты помадкамен әсемдесеңіздер болады. Өте жұмсақ, нәзік, сүзбелі маффиндарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.